Сәлем достар, сіздермен бұған мен Жұлдызай Тока Орн менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде сіздер көп күткен игра в кальмара 2-ші сезон 1-ші бөлім болады. Сіздер қатты күтті деп ойлаймын мен. Тұтқын балалардың 3-ші сериясы шықпайтын болды. Оны менің арнама кіріп, запись дегенді басып, сол жерде мен қысқаша қылып, тұтқын балалардың соны қандай болатынын айтып кеттім. Соны қалай бітетінін айтып кеттім да. Соны көрерсіздер. Біз видеомызды бастаймыз. Мен бірдегі ойынды әлі ұмытамай жатырмын. Қаншама адам зардап шекті. Сонда мен қалдым, еще маған миллион бере ма? Бұлар қай асқаны? Мен бұлардан кек алуым керек. Солардан кек алам мен. Бірақ оларды ұстайтын айғақта жоқ қой менде. Не деген шарасызбын мен. Не істесем болады, оларды қалай ұстасам болады екен, я? Не істеп жатсын? Достарына кімде ойлап қалмаңыздар, бұл оның жақында ғана үйленген жігіті. Кіммен сөйлесіп жатсын? Бір ойын туралы айтып жатсын ба? Жоқ, саған қатысты емес. Мен білгім келеді да, я. Сен көп ақшаны қаяқтан таптың, соны маған айтшы. Мен саған айтамаймын. Не қып айтамайсың? Айтуға болмайды. Менен жасырасың ба? Жасырым келмейді, ол саған қатысты емес. Мене бұл не жасырып жүр? Мен сол өлім ойынына қатысқанды қалай айтамын оған? Ол бәрібір маған сенбейді. Оған қалай айтсам болады? Өлім ойыны? Сен қақтан кеп қалдың? Мен ақта тұрмын ғой, сенің өлім ойыны деген естіп қалдым, сосын келгенім ғой. Қандай өлім ойын ол? Сен бір аптаға жоғалып кеткенсің. Бір аптаға жоғалып кеткенсің, содан кейін сен іздеп жүрсің, көшеде тұр екенсің. Өтінем, шындығыңды айтшы, мен саған сенем әрдайым. Жарайды, айтамын, отыр. Және өшетсей. Мен бір аптаға жоғалып кеткеннің себебі мен бір өлім ойынына қатыстым. Оғандай өлім ойына? Ол ойында сен әртүрлі 6 ойыннан өтесің. Ол жерде біраз адам болды, бірақ сонда мен ғана тірі қалдым. Тоқта, тірі қалдым дегендей. Жәнегі адамдар не болды сонда? Оларды аты өлтіріп тастады. Не? Сен шын айтып тұрсың ба? Шын айтып тұрмын. Мен оған сенбей тұрмын. Мен сол үшін сені сенбейді деп айтпай жүргенім сол үшін ғой. Мен саған әрдайым сенемін. Рахмет, мен сол үшін олардан кек алуым керек. Адамдардың қаны бекерге шашылды. Мен оларға қарап жай барақат өмір сүре алмаймын. Жарайды, ол қай жерде? Мен анығын білмеймін. Бәрімізді ұйықтап жатқанда кетіп, мені ұйықтатып көшеге тастап кетті. Қиын екен ғой. Онда қақта табамыз оларды? Оларды көшеде іздеу керек. Мен бір ретте көшеде жүргенде бір адам маған бір қағаз берді. Демек оларды іздейді, мүмкін бізге де қағаз берер. Ол жағын маған бермейтін жар, мен өткені қатысып қойдым ғой. Беретін жар, енді ол ойын десе ойын ғой. Шайыңды қоя тұрып жүр іздейік. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Жарайды, онда кеттік. Мені дәл осы жерде қалдырып кетті. Қолыма ақшаны ұстатып. Бұл жерге тошына ма ол? Онда осы аймақта шығар мүмкін. Бірақ бұл аймақта үлкен дәу жер жоқ қой. Олардың іші өте кен. Ол жерге 1 миллион адам сиіп кетеді. Демек олар бір арал
аралда болғаны. Арал? Иә, арал. Сонда точно аралда болуы мүмкін ба? Иә, аралда. Жүр бір қайықпен аралдарды іздейік. Жарайды. Осы қайықты алатын шығармыз. Мырза, келіңізші. Не болып қалды, қазір келе жатырмын. Осы қайықты біз сатып алмақшымыз. Ақша бересіздер ма? Я береміз, қазір берем. Не? Ала беріңіздер. Кеттік. Алдымен жақын жердегі аралдарды көрейік. Так, қай жерде аралдар бар екен? Жақын жерде бір арал бар екен, сол жерге барып көрейік. Кеттік. Аларды алып жүріңдер. Жаңа қатушыларымыз болады. Құт болады, мырза. Бұлар кімдер? Қайтып келдім ба бұл жерге мен? Тұр. Не болды? Біз қай жердеміз? Үстімізге киімдеріне санмен жазылған. Сенің саның басқаша, менікі басқаша. Мен айтқан ойынға келдік. Осылай үйсіп жатқанбыз, бірақ ол жерден бүкіл өліп, мен ғана тірі қалдым. Сонда бұл жерде қанша адам тірі қалады? Тек бір адам ғана тірі қалады. Демек екеуміздің біреуміз өлеміз ба? Не екеуміз? Қайтадан айта бермеші. Бұл жерде қашамыз немесе бір қашып кетеміз. Біз қай жердеміз? Той ыңғайсыз жатырмын ғой. Мен бөлмемде ұйықтап жатқан едім ғой. Мен қай жерден тұрдым? Мен қай жердемін? Біз қай жердеміз? Айпаш достар, стоп, мен аларды таныстырып кетейін. Мына қыз деге, бала, бірақ қыз болып кеткен. Бұның отасына ақша керек болып қалады. Мынауды қарызға батқан, мына үшеуі қарызға батқан. Мынау болса өзінің қызынан айырылып қалған, сол үшін қызын ұстап отыр, оған ақша керек болды. Мынау қарызға батқан. Мынау қу адам, ойынға тігемін деп ақшасынан айырылып қалған адам. Мынау көңілді адам, бұған өзінің универіне кіру үшін де ақша керек болды. Енді сүнген шанстар басайық. Біз қай жердеміз башыда? Мен бөлмемде ұйықтап жатқан едім. Не істеп кеттік біз башыда? Бұл жақта не істеп жүрміз? Біз үйімізге қайтқымыз келеді. Үйге қайтамыз. Саламатсыздар ма? Онда жиналыңыздар. Бұл жерде, ойын ойнайсыздар.